Қайырлы күн достар, бүгін біз шоколадты кекс әзірлейтін боламыз. Оны қысқа толқынды пеште бар болғаны 7 минутта пісіреміз. Ол үшін ұн, қопсытқыш, какао, минералды су, сұйық май және қант қажет. Ең алдымен минералды суды ыдысқа құйып, оның үстіне қант қосамыз. Жақсылап қант ерігенше араластыру керек. Араластырып тұрып, сұйық майымызды қосамыз. Енді електен өткізіп, какаомызды аз-аздан салып араластырамыз. Какаоның үстінен бірден ұнымызды қопсытқышпен араластырып, дәл солай аз-аздан ғана қосып, жақсылап араластыру керек. Сонымен біздің қамырымыз дайын болады. Міне, біздің қамырымыз осындай болып шығады. Осы қамырды формаларға жақсылап қасықпен бірдей етіп салып шығамыз. Осы қамырдан барлығы 18 кекс шығады. Қамырларымызды қысқа толқынды пештің тәрелкесіне қойып шығайық. Сонан соң 7 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне, біздің кекстарымыз дайын болды. Оның піскенін осылай ағаш таяқша арқылы тексереміз. Кекстар дайын болды. Енді бұның бетіне шоколадты ганаш жасайық. Бізде жаңғақ қосылған шоколад және сары май. Майымызды қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. Шоколадты да дәл солай ерітеміз. Ерітілген майды шоколадтың үстіне аз-аздан құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ганаштың жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым. Дайын ганашымызды кекстардың бетіне жағып шығамыз. Міне, кекстар дайын болды. Енді оның бетін кептірілген жемістермен әсемдейтін боламыз. Ал біздің кекстарымыз дайын. Міне осындай болып шығады.
өзі жұмсақ, дәмді және әдемі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ботафуд. Каналға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!